Yuka bayan etken keli kitaptyk izge kabar. Merimsiz bay men musafir Yerazar. Bir kişi bay bolup, qımbat kızıl şapan men sende kiyimler kiyip, gün sayın saltanat kurup köngül göteretin. Al qaqpasının altında Yelazar isimli bir musafir jatatın. Onun tula boyun ırıngdı çara baskan edi. Musafir baydың dastarxanından түскен қалған құтқанды жеп тойынсам деп аңсайтын. Тіпті иттер келіп, чараларын чылап кететін. Ақыры musafir қайтыс болады. Періштелер оны Ыбырайым пайғамбардың қасына апарып салады. Бай да өліп, қабірге қойылады.
azobidan Ol dünyede azap çekip жүріп, басын көтеріп қарағанда, алыстан Ибраим мен оның қасында жантайған Елазарды көреді. Содан ол қатты дауыспен «Ибраим ата!» дейді. Маған қайрым қылып, Елазарды жібере көріңіз. Ол бармағының ұшын суға малып алып, тілімді салқындатсын. Мына жалынды отта қатты қиналып жатырмын деп жалбырынады. Бірақ Ибраим былай деп жауап береді. Ей балам, есіңе түсірші. Сен өміріңде әрдайым жақсылық көріп, рақаттандың. Ал Елазар ауыртпалық көріп, азап шегіп жүрді. Енді ол мұнда жұбаныш тапса, сен онда қиналып жатырсың. Оның үстіне сендер мен біздің арамызға терең шыңырау орнатылған. Бұл жерден сендерге барғысы келгендер өтіп бара алмайды. Ар жақтан бізге де өтіп келе алмайды. Сонда ол, ата, олай болса сізден сұраймын, Елазарды әкемнің үйіне жібере көріңіз. Себебі 5 інім бар. Соларға барып, олардың да осы азапты жерге түспеулері үшін мықтап ескертіп куәлік етсін деп өтінеді. Ал Ибраим, Мұса мен өзге пайғамбарлардың жазбалары оларда бар ғой, соларға құлақ ассын дейді. Жоқ, Ибраим ата, егер өлгендердің біреуі барса, онда олар теріс жолдан қайтады деп жалынады ол. Сонда Ибраим оған, олар Мұса мен өзге пайғамбарларға құлақ аспағанда, өлгендердің біреуі тіріліп барса да сенбейді деп жауап береді.